қандай университетте қандай пәндер оқисыз деген сұрақ келіпті. Корея университетіне түсу үшін қанша балл қажет деген сұрақ екен. Бірақ та мамандығыңыз қандай? Аудармашы ма деп сұрақ қойыпты. Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге мен Ари Пенки және де менің каналыма қош келдіңіздер. Өздеріңіз білетіндей, мен бірнеше ай бұрын кәріс тілін үйренудің жолдары деген видео шығарған болатынмын. Сол видеоға байланысты оқырмандардың өте көптеген сұрақтары туындапты, өте көп комментарийлер келді, және де маған жеке инстаграм аккаунтыма да көптеген кәріс тілі жайлы сұрақтар, тіл оқу жайлы сұрақтар, менің мамандығым жайлы сұрақтар өте көп келіпті, және де тағы да басқа жиі қойылатын сұрақтардың барлығын қоса отырып, мен осы видеода барлығына жауап беруді жөн көрдім. Видеомызды бастамас бұрын ең алдыменен сіздерден өтінерім, егер де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын, себебі менің оқырмандарымның 90% менің видеоларымды маған тіркелмей көреді екен. Сол себептен, егер де сізге видеоларым ұнаса және де видеолардың жиі шығып тұрғанын қаласаңыз, маған мотивация ретінде маған тіркеліп және де осы видео ұнаса лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші сұрақ, ең үлкен сұрақтан бастайын, және де менде инстаграмда өте көп қойылатын сұрақ, мамандығыңыз қандай? Аудармашы ма деп сұрақ қойыпты. Менің мамандығым шет тілі, екі шет тілі деген мамандық. Бұл мамандықта мен 3-ші курс оқимын. Бұл мамандық негізі мұғалім мамандығы, және де аудармашы да болуға болады. Бірақ та менің мамандығым нақты аудармашы емес, шет тілі, екі шет тілі деген мамандық. Келесі сұрақ, қандай университетте оқисыз? Мен Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінде оқимын. Бұл университет Өскемен қаласында, яғни Өскемен қаласында оқимын. Тағы да келетін қызықты сұрақтардың бірі, сіз Қазақстанда тұрасыз ба, немесе Кореяда тұрасыз ба деген сияқты сұрақтар болады. Мен Қазақстанда тұрамын, Қазақстанда Өскемен қаласында тұрамын, қазір Өскемен қаласында оқимын. Және де сіз Кореяда оқисыз ба деген сияқты сұрақ та келіпті. Мен Кореяда оқымағанмын, Кореяда болмағанмын, Қазақстанда тұрамын. Келесі актуалды сұрақ, оқуыңыз жайлы мәліметтер бересіз бе, қандай университет, қандай пәндер оқисыз деген сұрақ келіпті. Университетімді айта кеттім, және де өзімнің қандай мамандықта оқитынымды да айттым. Бұл екі шет тіл мамандығы болғандықтан міндетті түрде екі шет тілі оқытылады, яғни біріншісі міндетті түрде ағылшын тілі болады, ал екінші тілді өзіңіздің қалауыңызға сай таңдап аласыз. Біздің университетке келетін болсақ, бізде 4 түрлі тіл болды. Корей тілі, Қытай тілі, түрік тілі және неміс тілі болды. Маған кәріс тілі ұнағандықтан мен кәріс тілін таңдадым. Және де кәріс тілі бізде екінші семестрден басталды, бірінші курста екінші семестрден басталып оқытыла басталды. Ағылшын тілі міндетті түрде әрине басынан басталады. Басында бірден тек қана ағылшын тілі, корей тілі оқытылмайды, басқа да әртүрлі сабақтар болады. Одан кейін барып барлығы араласып жүреді, кейін 3-ші курсқа келген кезде нақты тек қана ағылшын тілі және де кәріс тілі ғана оқытылады. Келесі сұрақ, екі шет тілі мамандығы туралы видео салыңызшы, минусы плюс қандай, қалай түседі сол туралы деп жазыпты. Осы сұраққа толығымен жауап беріп өтейін. Екі шет тілі мамандығына қалай түсуге болады? Бұл жерде ұбт тапсырасыз, яғни ұбт-ға екі бейінді пәнге ағылшын және дүниежүзі тарихы пәндерін таңдайсыз. Мен сол екі пәнді таңдап, осы мамандыққа түсу үшін дайындалдым. Одан кейін ұбт тапсырып, кейін балыңыз бойынша грантқа тапсырасыз, өзіңізге қалаған университетке тапсырасыз. Бұл жерде бізде мен оқу бітірген кезде, яғни грантқа 115-120 балменен түскен болатын. Мен өкінішке орай грантқа түсе алмадым, сол себептен мен қазір ақылы түрде оқимын. Ал бірақ та дәл қазіргі грантқа түсу шекті балы қанша екенін нақты білмедім. Меніңше шекті балы сәл төмен түскен сияқты. Және де бұл мамандықтың плюсы минусы қандай? Плюсы әрине өздеріңіз білетіндей шет тілдерін меңгеріп шығасыздар, ал бұл деген өте үлкен мүмкіндік, кез келген жағдайға байланысты өте үлкен мүмкіндік деп айта аламын, себебі
тілді жақсы меңгеріп, керемет меңгерудің арқасында шетелге одан кейін оқуға түсуге болады. Өзіңізге өте көптеген мүмкіндіктер ашылады. Егер де пайдалана білсеңіздер, өте көп мүмкіндік әрине. Және де шет тілін білу, именно ағылшын тілін білу бұл өте үлкен плюс деп айта аламын. Сол себептен әрине плюс жағы өте көп. Ал минус жағына келетін болсақ, бұл жерде тілді нақты үйренуге желание болмаса, немесе тілді нақты өзіңіз үйренбесеңіз, прям университеттен қатты білім алып шыға алмайсыз. Себебі әрине университетте мектеп сияқты емес, ешкім сізге үйрен деп жүрмейді, барлығын өзіңіз үйренуіңіз керек болады. Сол себептен өзіңіз талпынып, барлығын өзіңіз үйренбесеңіз, прогресс болмайды. Және де бұл мамандық бойынша әртүрлі жұмыстарға тұруға болады, яғни шет тілі мұғалімі, репетитор, немесе аудармашы, немесе тағы да кез келген шет тілін қажет ететін жұмыстарға тұра аласыздар. Келесі сұрақ, бұл да маған жиі қойылатын сұрақтардың бірі. Корея университетіне түсу үшін қанша балл қажет деген сұрақ екен. Университетке түсу үшін бұл жерде өздеріңіз білесіздер, ОБТ тапсырмайсыздар. ОБТ-ның яғни қажеті жоқ. Шетелге, яғни Кореяға оқуға түсу үшін. Бұл жерде оқуға түсудің екі жолы бар, яғни IELTS тапсыру арқылы немесе TOEIC тапсыру арқылы. IELTS өздеріңіз білетіндей, бұл ағылшын тілінен, ал TOEIC бұл кәріс тілінен. IELTS-та ең жоғарғы балл бұл 9 балл болады. Бірақ та 5-5 немесе 6-5 балл алу арқылы шетелдің университетіне түсуге болады. Ол енді әр университетте әрқалай, әр университеттің өз требованияларына байланысты. Ал TOEIC-ке келетін болсақ, TOEIC-те ең жоғарғысы бұл 6-шы деңгей. Жалпы кәріс тілінде 6 деңгей бар, яғни 6-шы деңгей бұл ең жоғарғы деңгей болып табылады. Және де TOEIC 2-ге бөлінеді. TOEIC 1, TOEIC 2. TOEIC 1-де 1-ші, 2-ші деңгейге тапсыратын болсаңыз, TOEIC 2-де 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші деңгейлерге тапсырасыз. Яғни шетелге, яғни нақты Кореяға университетке түсу үшін не TOEIC, не IELTS-тан жоғарғы балл алған болуыңыз керексіз. TOEIC-тан кем дегенде 3-ден жоғары болу керек. Сол кезде ғана Кореяға оқу шансыңыз жоғарылайды, яғни неғұрлым сіздің корей тілін меңгерген деңгейіңіз жоғары болса, соғұрлым сіздің оқуға түсу мүмкіндігіңіз артады. Және Инстаграмнан да сұрақ кепті. Сіз корей тілін үйреніп жатырсыз ба, білесіз бе, курс болмай ма корей тілінен деген сияқты, және де ютубтан да корей тілін үйретіңізші деген сияқты өте көп өтініштер келіпті. Мен корей тілін үйреніп жатырмын, толық білем деп айта алмаймын. Әлі үйрену үстіндемін, әлі аяқтамадым. Ал курстарға келетін болсақ, менің ойымда дәл қазір корей тілінің бастапқы деңгейін үйрету бар, және де бұл туралы алдағы уақытта да сіздерге айтатын боламын. Сол себептен Инстаграмнан жіберіп алмай, міндетті түрде қарап жүріңіздер. Міндетті түрде корей тілінің бастапқы деңгейі жайлы, бастапқы деңгейін оқыту жайлы жаңалық айтатын боламын. Келесі сұрақ Инстаграмнан келіпті. Өмірге қандай мақсат қойдыңыз, айтып берсеңіз, дейді. Және Пак Мумен сәлем деп айттыңызшы, дейді. Пак Мумен сәлем. Өмірге қандай мақсат қойдыңыз? Менің мақсаттарым өте көп, бірақ та мақсаттармен бөлісуді онша жақсы көрмеймін. Мақсаттармен бөліскен дұрыс деп ойламаймын. Бірақ та бір айтарым, ең басты мендегі ой бұл тоқтап қалмау, әрдайым дамып отыру, әрдайым алға жүріп отыру, бір орында қалмау мен үшін ең маңызды нәрсе. Және де сіздерге де айтарым, мақсат қойыңыздар, міндетті түрде мақсатқа жету үшін талпыныңыздар. Ешқашан мақсатқа жету үшін кеш болмайды. Сол себептен файтинг, алға. Бос уақытыңызда немен айналысасыз? Бос уақытымда мен кітап оқуған жақсы көремін. Бірақ та дәл қазір мен бос уақытымда көбіне шоу қарап жүрмін. Және де әртүрлі выступлениялар, группалардың солай қарап жүрмін. Дәл қазір уақытта Kingdom Legendary War көріп жүрмін. Королевство легендарная война. 6 топ қатысатын, соны әр бейсенбі сайын көріп жүрмін. Және де бос уақыттарым болған кезде көбіне жаңа сөздер жатап тіл үйренгенді дұрыс деп санаймын. Яғни
өзімнің мамандығымда осы болғандықтан менде міндетті түрде словарный запаста көп сөздер болу керек. Сол себептен қолым босаған кезде міндетті түрде сөздер жаттаймын, грамматикаларды қайталаймын. Және де дорама тоже қарап тұрамын. Кейбір кездерде ең соңғы пентхаусты көргенмін, одан кейін әлі қараған жоқ. Осымен бүгінгі видео аяқталды. Сіздердің барлық сұрақтарыңызға жауап бердім деген үміттемін. Егер де тағы да сұрақтарыңыз қалған болса, комментарийге жазып кетіңіздер, барлықтарыңызға жауап беремін. Және де міндетті түрде егер де видео ұнаса лайк басып, маған подписаться етуді ұмытпаңыздар. Және де келесі видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде колокольчикті басып қойыңыздар. Сіздермен болған мен Арипинки, сау болыңыздар.